Сәлеметсіздер ме, балалар? Сендер қамбақ шалдың кім екенін білесіңдер ме? Баяғыда қазақ даласында үйі де мал да жоқ, бірақ өте мейірімді дана қария өмір сүрген. Үйі жоқ, қаңғыбас болып өмір сүру салты үшін ол қамбақ, басқаша қамбақ шал деген лақап аталды. Жергілікті тұрғындар оны өткір ой мен мейірімді жүрегі үшін қатты жақсы көретін. Қамбақ шал туралы көптеген ертегілер жазылған. Ал бүгін кішкентай қарттың екі дәу мен түлкіні қалай алдағанын көреміз. Бұл мультфильмді 1986 жылы Қазақфильм киностудиясы жасаған. Сценарийін жазған Болат Омаров, қоюшы режиссер Әбілқасымов. Оқиға туралы аздап айтып берейін. Кішкентай вагонда ол қарт кемпірмен бірге тұратын. Әйелі күні бойы жіп иіріп, қамбақ шал аңға, балық аулауға кетеді. Оның жеңіл болған сонша, оның аяғы жерге тимей ұшып жүретін. Сәл жел көтерілсе, бол қария аспанға көтеріледі. Бәрі жақсы болар еді, бірақ айлакер түлкі кедей қарттарға өмір бермеді. Ол әр аулағаннан балық талап етіп, ең қорқынышты әңгімелермен қорқытады. Қамбақ шал түлкіден әбден шаршайды. Оған қалай сабақ беру керектігін ойлай бастайды. Балалар, қамбақ шалға не ұсынасыңдар? Қу түлкіге қалай сабақ берер едіңдер? Қарт ойланып келе жатқанда бір дәуді кездестірді. Қамбақ қорқып кетті деп ойлайсың ба? Жоқ, дәудің күшті болғанымен ақымақ екенін қарт біледі. Мықтыны қалай алдағанын енді білесің. Дәу де әрине өз күшін бірден көрсеткісі келеді. Ол үлкен тасты алады да ойыншық доп сияқты аспанға лақтырып, оны бірден өз басына сындырады. Қарт шошып кетті. Дәуді қулықпен жеңуді ойластырады. Өзінен екі есе үлкен тасқа шығып, алдымен аспанға, содан кейін жерге, содан кейін аспанға, содан кейін жерге қарай бастайды. Егер мен тасты лақтырсам, аспан төңкеріліп, жерге түседі дейді. Дәу шошып кетіп, шалға тас лақтырмауын өтінеді. Қарт қуанып, алыпты қонаққа шақырады. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Қамбақ шал алыпты неге қонаққа шақырды? Таппадыңдар, қу түлкіге сабақ болсын деп шақырды. Қамбақ шал ертесіне үйінде әйелмен екі дәуді күтеді. Оларды тамақтандыратын ештеңе жоқ. Сонда қария әйеліне бір дәудің басын, бірінің төсін қайнат дейді. Дәулер қорқып, қаша жөнеледі. Жолда бір түлкіні көріп, бәрін айтып береді. Түлкі күліп, қамбақ шалға барайық, енді мен оны үйретемін дейді. Алыстан түлкі мен дәулерді көре сала қария, түлкі, сенің әкең маған қарыздар, сенің атаң маған қарыздар. Сен бұл ақымақ дәулерді соның ақысына төлеуге әкелесің бе, деп сұрайды. Қарияның бұл сөздерінен кейін дәулер одан сайын қорқып, түлкіні ұрып өздері қашып кетеді. Міне, балалар, қазақ ертегісі негізінде түсірілген мультфильм адамға қауіп төнген жағдайда да ақыл мен тапқырлықтың құтқарушы қызметін атқаратынын көрсетеді. Ал кейде сауатты ақыл қулыққа өзі қарсы шығатын түлкінің мысалы көрсетеді.